What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what gunshot sounds like. I just heard a pop. Жаңа ғана естіген қыздың жанайқайы 2010 жылдың 8 қарашасында болды. Оның есімі Дженнифер Пан еді. Қарудың даусынан шошынған ол 911-ге қоңырау шалады. Айтуынша, үйіне бір қарақшылар шабуыл жасапты. Бұны естіген полицейлер дереу түрде жетіп келеді де Дженниферді құтқарып қалады. Бірақ осыдан соң ешкімнің басына кіріп шықпайтын оқиға болды. Барлықтарыңызға сәлем. Арнамыздың дамуы үшін лайк басып тіркеле отырыңыздар. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Дженнифер Панның сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Биг Пан және Хан Пан. Бұлар Дженнифер Панның ата-анасы. Саяси босқын ретінде Вьетнамнан Канадаға көшіп, бүгінгі видеомыздың басты кейіпкері мен ағасы Феликсті дүниеге әкеледі. Шетелге қоныс аудару отбасы үшін қатты ауырлығы келе қоймады. Биг пен Хан балаларым таршылық көрмесінші деп күні-түні жұмыс жасаған еді. Соның нәтижесінде 2004 жылы армандаған үлкен үйге көшуге қаражаты жиналады. Араға уақыт салып, қоралары атқа толмаса да, гараждары көлікке толады. Осыдан соң екеуі бізді алда тамаша өмір күтіп тұр. Біздің балаларымыз да өзіміз секілді жұмыс сүйгіш жандар болады деп үміттенеді. Дженнифер 4 жасқа толғаннан соң отбасы оны фортепиано үйірмесіне береді. Оған қысым қатты көп түсетін. Оқушы болардай жасқа жеткеннен соң үйіне сағат түнгі 10-дарда келерде жағдайға жетті. Солай түннің бір уағына дейін сабақта берген үй тапсырмасын орындап ұйқыға кететін. Әкесі Дженниферді қатаң тәртіпке салып қатал қарады. Тіпті қызының қалауын емес, өзінің қадамы маңызды санап, би үйірмесіне қатысайыншы деп тұрған жерден бетін қайтарады. Осылай өмір өте Дженнифер 22 жасқа келеді. Тек қана жылдар өтті демесең, оны өмір көрді деп айту қиын. Өйткені ол ата-анасынсыз қыдырып көрмеді, достармен бірге алаңсыз ойнай алмады. Әкесі әр басқан қадамын аңдып отырды. Отбасы қызын мектептегі үздік оқушы ретінде көрді. Күнделігі толған 5 еді. Бірақ бұның бәрін Дженнифер қолдан жасаған. Мектеп аяқталғаннан соң қыз әкесі қалаған универге түсе алмай қалады. Егер бұны әкесі білсе, ашуланатынын білген ол түк білдірмей универге түстім деп алдайды. 11-ші сыныпта Дженнифер өзінен 1 жас үлкен және мектептік оркестрде өнер көрсететін Дэниел Вонг есімді жігітпен танысады. Солай үй үшін универге кеттім деп, 4 жыл бойы осы жігіттің үйіне, кітапханаға және тағы да басқа жерлерге барып уақытын өткізетін болған. 4 жылдан соң тағы да өтіріктер тауып, әрең дегенде бұл жағдайдан құтылып кетеді. Уақыт өте бір фармацевтикалық орталықтан жұмыс тауып, бұны үй ішіне айтады. Әкесі бұған қуана келісімін береді. Бірақ бір күні қызынан күдіктене бастайды да, артынан аңдымақшы болады. Дженнифер оны байқап, бір орталыққа келіп, ішке кіріп кетеді. Әкесі де артынан кірсе, Дженнифер басқа есікпен шығып кеткен екен. Солай Хан Пан Дженнифер осы жерде жұмыс жасайма деп сұрағанда, олар жоқ деп жауап береді. Ашуға булыққан ол кешкісін үйінде қызын күтіп отырады. Дженнифер үйге келгеннен соң барлығын мойындайды. Тек қана универде оқымағандығын жасырып қалады. Әкесі енді мен сені көргім келмейді деп үйден қумақшы болғанда, анасы оны әрең тоқтатады. Бірақ Дженнифер бәрі-бірде жазадан құтылмай, бүкіл гаджеттен айырылып, үй қамаққа жабылады. Сонымен қатар енді Дэниелмен кездеспейсің деп қызының жүрегін бір ауыртып алады. Ол оны қатты жақсы көрген еді. Дэниелмен кездесу үшін математикадан курсқа жазылып, бос уақытында онымен жасырын кездесіп қайтатын. Дэниел Вонгқа бұлай жасырынып кездесіп жүрген ұнамаған секілді. Бір күні ол Дженниферге арақатынасымызды осы жерден тоқтатайық дейді. Бұл сөздер қыздың жүрегін екіге қағайырады. 2010 жылдың 8 қарашасында жақын маңдағы камераға Дженнифердің үйіне 3 ер азаматтың кіріп бара жатқаны түсіп қалады. Ол уақытта үйде Дженнифер мен әке-шешесі болған еді. Арадан 18 минут өткен соң жаңағы үшеуі қашып кетіп, 911-ге қоңырау түседі. Ол қоңырауды сіз видеоның басында естіген болатынсыз.
Полиция дереу кылмыс болгон жерге келсе, күдүктүүлөр изин сууткан экен. Үйдүн экинчи кабатынан полициялар коло байлоодо Дженниферди табады. Кыз полицияга жагдай калай болгонун баяндап береді. Ол екінші кабатта телефонмен сөйлесіп жатқан екен. Кенет баспалдақтан әлдекімнің келе жатқанын естіген. Кім екенін көру үшін есікті ашқан сәтте, біреу оған тапанша кезеп кіріп келеді. Ол Дженнифердің қолын аяқ киім бауымен байлап, өзімен бірге алып жүреді. Қыздың байқағаны, тонаушылар үшеу, және үшеуі де қара нәсілді ер адамдар. Олар Дженнифердің фортепианодан сабақ беріп жинаған $2,500 тауып алады. Оған қоса анасының сақтап қойған $1,100 да алып қояды. Бірақ бұл ақшалар жеткіліксіз болған секілді. Әкесі үйде басқа ақша жоқ деп қанша айтып тұрса да олар түсінбей, Дженниферді баспалдақтың ұстақшына байлап кетеді. Кейін қыз тапаншадан шыққан 5 оқтың дыбысын естиді. Сөйтсе ғана үшеуі қыздың ата-анасын жертөлеуге әкеліп, бетін жапқанда тапаншамен оқ атқан. Қоңыраудың соңында сіз бір адамның айқайын естіген едіңіз. Ол айқайды Дженнифердің әкесі Хан шығарған болатын. Бір оқ иығына және бір оқ бетіне тисе де, әкесі аман қалған. Солай сыртқа шығып көмек сұрайды. Ал анасы болса көз жұмған. Полиция келгеннен соң әкесі ес-түссіз жатыр еді. Сондықтан бар жағдайға куә болған бір адам, ол Дженнифер. Оның айтқаны топ-тура сәйкес келетін секілді. Бірақ бұл олай емес. Қылмыскерлер неліктен екі адамды ойланбастан өлтіріп тастады да, үшінші куәгерді аман қалдырды. Дженниферді өлтірмеуіне не себеп болды? Сосын олардың көздегені байлықтарын тонау болса, неге гаражда тұрған екі көлікті мініп кетпеді? Және әкесінің әмиянындағы ақшаны толықтай алып кетпеді екен. Сонымен қатар, Дженнифер қолы байлаулы болып тұрып, полицияға қалай қоңырау шалған? Міне дәл осы сұрақтар полициялардың ойларына маза бермеді. Сондықтан олар Дженниферден тағы да тергеу алуға мәжбүр болады. Тергеуші одан, сен қалай қолың байлаулы бола тұра 911-ге хабарластың деп сұрақ қояды. I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously going to need to know that. It's very important. They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? Осылай Дженнифер полицияларға бәрін түсіндіреді. Бірақ полициялерде бәрібір де оған деген күдік болады. Бір қызығы, Дженнифер өзінің анасының жерлеу рәсімінде көзіне бірде-бір жас алмаған. Бұл жағдай оған деген күдікті одан сайын арттыра түсті. Полицияға тағы бір түрлі болып көрінген ол әкесінің ісі. Әкесі Хан өз әйелінің өлімін көрді, ал өзі аман қалды. Кез келген әке бұл жағдайда өзінің балаларының амандығын тексеретін шығар. Бірақ Хан болса тезірек далаға шығуға асықты. Бұл жағдайға қатысты бірдеңе дей алатын тек Хан Пан ғана еді. Ол сол жердегі алған жарақатының кесірінен жансақтау бөлімінде жатты. Арадан 3 күн өткен соң Хан есін жиып, не болғаны жайлы толықтай айтып береді. Оның айтқаны Дженнифердікімен мүлде сәйкес келмеді. Әкесінің айтуы бойынша, Дженнифер қылмыскерлермен төменге түскен кезде, оның қолы байлаулы емес болған, және ол солармен еш қорқынышсыз, ашық түрде сөйлесіп жүрген. Бұны естіген соң полиция Дженниферді тағы да шақырады. 9 сағат тергеуден соң, ақыры Дженнифер бәрін мойындайды. Дженнифердің жігіті Дэниел Вонг бұрын есірткі сатумен айналысқан, тіпті істі болған екен. Сол себепті әкесі қызына ол жігітпен сөйлеспе деп шектеу қойған. Бұл мәселені шешу үшін Дэниел Дженниферді өзінің таныстары, адамның шаруасын бітірумен айналысатын жендеттермен таныстырады. Кейбір деректер бойынша, ішіндегі бір жендет Дженнифердің бұрынғы сыныптасы болған деседі. Бірақ Дженнифердің бұндайға баруға батылы бармағанын көрген Дэниел онымен айырылысып кеткен. Қыздың оны жақсы көргені соншалық, айырылысқаннан соң енді өмір сүруден бас тартқысы келеді. Сол үшін ол жігітінің арқасында танысқан жендеттерге $10,000 төлеп, тек өзін өлтірмекші болған.
Кейіннен барлығын ой елегінен өткізіп, оларға қажет емес, мен айнап қалдым дейді. Жендеттер болса бас тартқаның үшін деп, одан қаржы талап етеді. Ондайға ақшасы болмағаннан соң, үшеуі Дженнифердің үйіне келіп, анасын өлтіріп, әкесін жарақаттап кетеді. Одан соң полиция тергеуге Дэниел Вонгты шақырады. Оның айтқаны сәлде болсын шындыққа жанаса бастады. Дэниел Дженниферді шынында да ата-анасын өлтірмекші болғанын ашып айтады. Ол қызға жендеттермен байланысатын қосымша телефон берген екен. Телефоннан Дженнифердің қылмыскерлерге жазған хабарламасы табылады. Жендеттер үйге келгеннен соң Дженнифер есік ашық деген хабарлама жібереді. Сонымен қатар камерадан ол қылмыскерлерге жарықты өшіріп қосып, қалай белгі беріп жатқанын көруге болады. Бұл дәлелдер сотта жеткілікті болды. Осылайша үш қылмыскер Дженнифер мен Дэниелге өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы жаза береді. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бізде болса осы. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.